Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен үй жағдайында дайындалатын қуырылған тұшпараның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді, өте тез қытырлап пісетін тұшпараның рецептісі. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, жарты кесе сұйық май, жарты кесе су және тұзымызды араластырып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтындай қамыр илеп қоямыз, қамырымызды тұндырып аламыз. Сол уақытта мен картошканы қайнатып, картошкамды езіп алып, үстінен тұзымызды салып, салмасын дайындап қоямыз. Енді кішкене демалған қамырымызды оқтаумен, ұнның көмегімен жұп-жұқа қамыр етіп жайып алатын боламыз. Өте тез, өте дәмді болып пісетін тұшпараның рецептісі. Видеом ұнап жатса лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер. Осылай жұп-жұқа қамыр етіп жайып алдым. Осы қамырымызды кесіп аламыз. Осылай кесіп алып, үстіне манағы дайын болған салмамызды салып, өзіңіздің қалауыңызша түйіп аласыздар. Сол уақытта майымызды қыздырып қоямыз. Осылай мен екі түрлі етіп түйіп алдым. Өте тез дайын болатын тұшпаралар жасап қарауларыңызға кеңес беремін. Қызып тұрған майымызды 4-5 минут пісіріп аламыз. Видеом ұнап жатса лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Рахмет.